Әбубәкір ағамызды бүгінгі туған күнімен мерейлі жасымен ұлттық арнаның атынан шын жүректен құттықтаймыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Біздің құрметті мейманымызбен таныс болыңыздар. Ардақты ағайын, журналист, публицист, президент және халық газетінің бас редакторы, Қазақстан Республикасы педагогикалық ғылым академиясының академигі, профессор, Қазақ телевизиясының ардагері Марат Тоқашбаев ағамыз бізде қонақта. Марат аға, қош келдіңіз Таңшолпанға. Қош болдық, рахмет. Ассаламалейкум. Марат аға, енді өзіңіз басқарған Қазақстан телеарнасы 1997-2002 жылдар аралығында басшы болдыңыз ғой. Санаулы күннен кейін осы телеарнаның 60 жылдығы атап өтіледі. Бұл сіздердей ардагерлердің мерекесі деп білеміз. Келе жатқан мереке құтты болсын бірінші кезектен. Енді сіз басшы болған жылдар ең бір қиын кезеңдер болып саналады. Көптеген кадрлар басқа арнаға ауысып кетіп жатты. Сол кезде басшы болу расында қаншалықты қиын болды өзіңізге? Рахмет. Менен бірден басшы болған жоқпын. Осы Қазақстан телерадио корпорациясына қарасты осы Қазақ теледидарының ақшам ақпарат бағдарламасының бас редакторы болып бастадым. Содан кейін Астанаға көшу, елорданы елкіндігін Алматыдан Сарыарқаның төсіне көшетін тура кезеді бұл. Тура сол оқиғалардың ортасында болдық. Астанаға көштік. Ең алғаш ақшам ақпарат бағдарламасының Ақмоладан эфирге шығару деген өз өтілген дайындықтарды қажет етті. Соған дикторларды дайындау, техниканы дайындау, сигналды Алматыдан спутник арқылы Ақмолаға жеткізу, Ақмоладағы сигналды спутник арқылы Алматыға жеткізу, олардың бәрі қазір айтуға оңай, бірақ ол үлкен дайындықтарды қажет ететін. Сол бір тұстарда телерадио корпорацияның басшысы Ерлан Сатыбалдиев, корпорация президентінің орынбасары Сауытбек Абдрахман өте көп еңбек етті осы салаларға. Ал енді 99 жылы мені осы Қазақстан телеарнасына бас директор етіп бекітіп Алматыға қайтуыма тура келді. Енді шын мәнінде ол кез Қазақстан теледидарындағы өте бір ауыр кезең еді. Жаңағы өзіңіз айтқандай хабар телеарнасының осы Қазақстан телеарнасынан бөлініп, жеке арна болып, осы жердегі тәуір техниканы, кадрлардың бір бөлігін алып кетумен бұл жерде ойсыраған қиындықтар туып қалды. Қаржылық қиындықтар туындады. Өйткені мемлекеттен бөлінген қаржы бір арнадан ғана емес, екі арнаға бөлінуге тура келді. Осындай қиын жағдайда жаңағы жарты ставкаға, ширек ставкаға жұмыс істеп, осы жерден әйтеуір аман-есен қалып, осы телеарнаның өмір сүру қабілетін сақтап қалуына қызмет еткен сол кездегі күллі әріптестердің бәрін мен үлкен құрметпен еске аламын, бәріне алғыс сезімін арнаймын. Енді сондай кездерде ең кереметі Қазақ теледидарының ұжымы үлкен ұйымшылдық көрсетті. Енді мен алдыма қойған мақсатым мүмкіндігінше телеарнаның рухани жағынан тазарту, тазалық, іштей рухани тазалық болған жерде жұмыста өнімді болады, адамдардың да көңіл күйі жақсы болады, алатын жалақысы өте төмен болғанменен бұл жердегі атмосфера өте керемет, сондай бір жақсы, тату тәтті, ізгілікті, адамгершілікті негізде жұмыс істеп жатты. Жақсы. Құрметті көрермен қауым, біздің студия мейманына қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирге қоңырау шалыңыздар. 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз, Алматы қаласының коды 8727. Марат аға, енді ұйымшыл, тату ұжым болды деп отырсыз ғой. Расында да сіз телеарна басқарған жылдары көрерменнің жоғары бағасына ие болған көптеген бағдарламалар эфирге жол тартты. Енді соларға тоқталып өтсеңіз, қандай бағдарламалар еді? Енді ол кезде бір ескеретін жағдай, біз көбінесе ВХС, супер ВХС форматындағы көне ескірген камералармен жұмыс істедік. Тек студияда ғана БТК камерасы болды. Сонда қиындықтарға қарамастан телеарнаның журналистері үлкен жанкештілікпенен, үлкен патриотизмменен еңбек етті. Енді жаңа қандай бағдарламалар болды деп сұрап жатырсыз ғой. Енді мен есіме сол кезде Өмірсерік Жұманның Елім менің, Бейбіт Құсанбектің Өмір өзен, Гүлжихан дейтін қарындасымыздың Архив памяти дейтін хабарлары, Асыбай Батжанның Заң және заман. Міне Бейбіт Құсанбек ағамыздың бағдарламасы аға, үзінді дәл қазір эфирге берілуде.
Сол өмір өзен ғой мынау, иә? Өмір өзен, иә. Сол сияқты мына тікелей эфирге бірден шығатын Сәуле Жиреншинаның отандастар хабары, тұтынушылардың құқығын қорғайтын Гүлмәрия Барманбекованың сапа бағдарламасы сияқты көптеген бағдарламаларды және айтуға болады. қазақшан қалай деген бір бағдарлама болып еді ғой. Иә, Бақытжамал Ерманованың қазақшан қалай дейтін хабары болды. Қазақ тілінде еркін сөйлейтін Юлия Кушнерова дейтін орыс қызының көмегіменен осы хабарды шығарып эфирге. Ол бүкіл Қазақстанда өте танымал хабарлардың біріне айналды. Осындай үлкен, мінекей расында да көрменің ерекше ықыласына ие болған бағдарламалар ғой. Үзінділер мінекей көрсетілді. Өткен күндерден әдемі естеліктер айтылып жатыр. Енді одан бөлек, сіз телеарна басқарған жылдары тарихи оқиға болды десек те болады. 2 ғасырдың тоғысы, 1000 жылдықтардың тоғысы. Сол кезде бір миллениум деген сөз көп айтылды ел арасында. Осыған байланысты қандай жобаларды қолға алып едіңіздер? Енді шынында да сол ғасыр мен ғасырдың, 1000 жылдық пен 1000 жылдықтардың тоғысында қазақ телеарнасын басқару бағыты маған нәсіп болыпты. Енді сол кезде бүкіл дүние жүзінде осы 2003 мыңжылдыққа аяқ басатын кез ғой, соған дайындық, соны үлкен шаралар ретінде атап өту өзінше бір науқан болып кетті. Соған сәйкес бізде бірнеше хабарлар сериясын әзірледік. Олардың ішінде Бейбіт Құсанбек жүргізген 20 ғасырдың 20 сәті дейтін 20 сериядан тұратын хабар мені есімде қалыпты. Сол көрермендердің үлкен жақсы бағасына ие болды. Сол сияқты Армысың 21 ғасыр деп аталатын үлкен мерекелік шоу бағдарлама түсірілді Алатау санаторийінде. О да көрермендердің үлкен бағасына ие болды. Тек қана бұл ғана емес, енді сол кездерде әрбір жылдың өзінің бір бағыт бағдары болатын. Мысалы, ұлттық сабақтастық жылы, халықтардың бірлігі жылы, мәдениет жылы деген сияқты осындай оқиғаларға арнап қазақ теледидары жыл сайын тәуліктік телемарафондар өткізетін. Ол енді айтуға ғана оңай, ал іс жүзінде оны бір сөтке бойы үздіксіз хабар жүргізуге бүкіл ұжымның жұмылуы, дайындалуы ол үлкен оқиғалар болатын іс жүзінде. Сіздер енді сол бір кезде, мен ол кезде әлі баламын кішкентай, есімде ең алғаш рет қадір түнінде тікелей эфирге шыққан едіңіздер. Мешіттерден тікелей эфирге қосылып, Сауд Арабиясынан тікелей көріністерді көпшілік назарына ұсындыңыздар. Сол бір кезде еске алып өтсеңіз. Оны елбасының өзі тамашалап жоғары бағасын беріпті. Иә, сондай бір тамаша бағдарлама болғаны рас. Ол енді іс жүзінде 1999 жылы Алла тағала нәсіп етіп, қажылық миссиясын дүниежүзілік трансляция бойынша қазақ тілінде репортаж жасауға сол мені шақыртқан екен. Сол сапарда болып, содан қайтып келгеннен кейін сол кезде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар қажыменен ақылдасып отырып, Сауд Арабиясының елшілігінің қатысуыменен және тікелей осы студияның соңген орталық мешітте камераларды қойып, ол жерден Бекболат Тілеухан, осы жерден Серік Ахметов тікелей эфирде жүргізіп, түнгі сағат 12-ден таңғы сағат 6:30-ға дейін 6,5 сағат тікелей эфирде қадір түнін өткізген жобамыз болған. Ол шын мәнінде көрермендердің тарапынан өте үлкен жоғары бағаға ие болды. Жаңа өзіңіз айтқандай, Әбсаттар қажы ертесіне қоңырау шалып айтып жатыр, елбасының өзі көріпті, хабарларыңа риза болдым депті деп. Сонда шын мәнінде бұл халықты имандылыққа шақырған бір керемет хабар болды. Сол хабардың барысында Жәкен Омаров дейтін жаңағы дәстүрлі әнші азамат Зикролла дейтін әнді орындап, оны бүкіл сол қадір түнінде 7-8 рет берілді эфирден. Сол ән кереңінен тарап кетті. Бірнеше аптадан кейін жолыққанда жаңағы ініміз айтады ғой, аға мені сол бір түннің ішінде бүкіл Қазақстанға әйгілі әнші етіп шығардыңыздар деп, мен танымалдығым көтеріліп кетті деп мәз болғаны есте. Сол кез деген телеарнаның беделінің белгісі ғой аға, көрерменнің көптігінің. Марат аға, қысқа да нұсқа айта кетсеңіз, уақытымызда шектеулі болып жатыр екен. Күнделікті осы телеарнаға жұмысқа келгенде қызметкерлердің барлығы дерлік арнаның алдындағы темір бастабалдақтан, темір көпірден өтеді. Оны орнатқан өзіңіз екенін біз жақсы білеміз.
сол баспалдақтың сіз үшін орны ерекше екен. Неге? Ондай енді сол 99-2000 жылдарда бір күні есіктің алдына шығып бара жатсам, бірнеше қыздар жолға өте алмай, жолда үстінде тұрғандар төмен қарай секіріп, әбігер болып жатыр екен. Соны көрдім де, соның осы жерге бір көпір салдыртып қояйыншы деп арнайы тапсырма беріп, сол жерде бір аптаның ішінде сол темір көпірді жасатып қойдық. Сол әлі тұр? Әлі тұр, иә. Ал енді ол көпірдің енді маған жеке өзіме бір символикалық мәні бар. Өйткені енді жаңағыдай өте ауыр кезеңде Қазақстан телеарнасының өте қаржылық тапшылықтарға ұшырап, өте қиындыққа ұшырап тұрған кезінде осы телеарнаның ұжымының жанкешті еңбегінің, патриотизмінің арқасында біз сол телеарнаны уақыттың көшіне ілестіріп, өркениеттің көшіне ілестіріп, жаңа ғана кішкентай көпір арқылы өмірдің үлкен жолына шығарып жібергендей маған жеке өзіме әсер етеді. Соны көрген сайын сол есіме түседі. Ал шын мәнінде бұл енді символикалық түрде болғанмен, іс жүзінде де солай. Біз сол ғасыр мен ғасырдың, мыңжылдық пен мыңжылдықтың арасындағы көпірден қазақ теледидарын аман есен өткізіп, келер ұрпаққа, келер буынға табыстадық. Марат аға, келе жатқан 60 жылдық мерекесі тағы да құтты болсын. Енді бізге сұхбатқа берілген уақыт соңына таяп қалған екен. Сөз соңында барша өзіңіздің қатарластарыңызды, әріптестеріңізді осынау мерекемен құттықтап өтсеңіз. Иә, мына Қазақстан телерадио корпорациясы еліміздегі ең алғаш дүниеге келген мекеме, ең алғашқы өмірге келген телеарна. Қазақстандағы қазіргі жұмыс істеп тұрған бүкіл телеарналардың әкесі, атасы деуге болады. Сондықтан мен өзім жанымдай жақсы көретін қазақ теледидарын, оның күллі ұжымын мына алдымыздағы келе жатқан 60 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Баршасына, отбасыларынан амандық, өздеріне шығармашылық табыс тілеймін. Алла тағала істерінің бәріне берекет берсін. Рахмет, таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңізге, осындай әдемі әңгіме өрбіткеніңізге, Марат аға. Рахмет. Құрмет көрермен, Таңшолпан бағдарламасында қонақта журналист, публицист, президент және халық газетінің бас редакторы, Қазақстан Республикасы педагогикалық ғылым академиясының академигі, профессор, Қазақ телевизиясының ардагері Марат Тоқашбаев. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар, қазір бізде шағын ғана аңдатпа, одан кейін Таңшолпан елорда төрінен жалғасады.